кебінге оранған дағуатшылар Данабекті даналықтан бездіріп, дала кездіріп, шатақ шариғатқа шармап, радикалды топтың жемтік етті. Табылиғ жамағаты бар, солардың сүйермен, солардың үгіттеуімен ислам қабылдап, сол 5 уақыт намаз бастаған. Еркектерін өлтіріп, әйелдерін бір-біріне сатып, білгендерін істеген. Табилиғ жамағат яқин инкар ешқашан саясатқа араласпайды, ешқандай жаңағындай қолына қару ұстамайды. Жоқ, жаңа өздерінің уақыттарын күтіп жатқан, ұйықтап жатқан ячейкалар. Халықаралық террорлық топтардың құрамындағы содырлардың басым бөлігі дәл осы табилиғи жамағаттың сүрлеуінен өткен. Конспирация деген ұғым радикалды деструктивті діни идеологияларда көп байқалатын жағдай. Ақтөбе облысының тумасы Данабек не медресе, не мешітке бармаған. Ол ес қағып келген дағуатшыларға ілесіп, дүние танымы шектеліп, қараңғы қапасқа қамалған. Өркениеттен безіп, жаһандану кезінде орта ғасырды көксегендерді ұстаз санаған. Бірақ уақыт өте күйзеліске түсіп, ішкі сұранысының жауабын нағыз нәпсінің құлдарынан тапқан. Ринат Абу Мұхаммад деген болды. Сол Ринаттың есімі, сол Ринат Абу Мұхаммадтың себебімен сол таблиғ жамағатын ашып, соны тыңдайтын болдым. Маған бір аудио лекция тап болған. Сол таблиғ жамағатының дұрыс емес екенін, не екенін, оған дәлел жоқ екенін, көшеде жүріп жаңағыдай немен жүруі, дағуат жасауын. Кейін ол жерден шығып кеткеннен кейін салафи топқа қосылғанмын. Таблиғ жамағаттың сол бір кемшіліктердің біреуі адамдарды дінге шақырамыз деп, керісінше такфир, салафит, вахабит секілді діни топтардың жемтігіне айналдырды. Яғни анау қараусыз қалды. Таблиғ жамағат оларды былайша айтқан кезде балықты жағаға шығарып берсе, аш етін қуырып жеуді, қалған жаңағы діни ұйымдардың, діни топтардың, ағымдардың еншісіне қалдырып кетті. Данабек те кер тартпа, қоғамға қауіпті идеологияның жетегінде кетті. Ойы шектеліп, айналасына айбат шегіп, адамдық тұлғасы бұзылды. Намазды күпірлік пен мұсылмандықты ажырататын өлшем деп білді. Сол ойдың күшімен ағасы екеуі елге сыймай Ауғанстан асып кетті. Оқтам деген болды. Оқтам, білмеймін, Шымкенттікі деймін. Наил деген болды. Дарын тыңдаған кездерім болды бастапқыда. Намаздарың, оразаларың қабылмайды, егер сол жолға шықпасыңдар. Егер ол жолға шықпайтын болсаңдар, Аллах сендерді азаптайды деп. Аллахтың азабына тап боласыңдар, яғни. Ойымдай бастадым өзім дінім үшін. Мен тек террористік неге қарай бағытқа жүруіме сол Саид Бурятский себепші болды. Конспирация деген бізде ғылымда оны атау берген, яғни жасырып бүркемелеу. Әлемде де және біздің қазақ қоғамындағы діни радикализм проблемасында осы конспирация әдістерін көп қолданады олар. Бейне бір исламның құндылықтарын ұстанушы адам ретінде көрінеді, бірақ саяси қолдан жасалған бір сенімнің, саяси қолдан жасалған бір жүйенің құрбаны болып кетіп жатқанын байқамайды. Радикалдардың көсемі содырлардан жасақ жинап, жұртты жихадқа шақырды. Сөзіне сеніп, соңынан ергендерді Алла жолындағы ұлы шайқас деген желеумен қан төгіске итерді. Төрехановтардың үлкені Айбек сол оранға иланды. Тонналаған тротил тиелген көлікпен Пәкістандағы әскери базаны жарды. Сол оқиғадан кейін Данабек Сирияға қашады. Жалпы соңғы 20 жылда террорлық ұйымдардың атауы өзгергенмен идеологиясы өзгермеді. Қан әлі төгіліп жатыр. Салафиттерді көбінесе осы хаварижден тараған осы топтарды айтып жатамыз. Такфир де осы салафиден бөлініп шыққан бір секта. Шектен шыққан радикалды ағым болып есептелінеді. Данабек Даиштың тәртібіне бағынды. Әскери дайындықтан өтті. Қарулы аймаққа адам тартты. Дәуланың қарамағында көп мұнай көздері болған, көп ақша түсті, топан ақша, бірақ оны көпшіліктен жоғарыда басшылықта өздері бөліп алып, әмірлер енді бірнеше машина, астарында бірнеше үй деген сияқты
өмір сүріп жатқан олар. Жоғарыда басшылықта ирактықтар мен арабтар болғанда, кейін көп әмірлер жоқ болып кетіп жатыр, із-түзсіз қашып кетіп жатыр, яғни ақшаларды алып. Соңғы жылдары халықаралық терроризм қаһарлы сипатқа ие. Жекелеген елдердегі бірлі жарым актілерден Еуропа, Азия және Африка мемлекеттеріне қарсы кең ауқымды террорлық агрессияға айналып үлгерді. Күрес күшейген сайын қылмыс қарқын алып, географиялық ауқымы ұлғайып, айналымдағы ақша да өсуде. Демек, терроризм үлкен бизнес. Терроризм деген нәрсенің өз бірнеше бағыттары бар. Негізгі ең үлкен әлемде таралған түрі бұл саяси терроризм. Жалпы мен өзім діни терроризм деген ұғымды дін мен тек жалаң түрде қолдануға қарсымын. Мен көбінесе діни саяси терроризм деймін. Неге? Өйткені діни жамағаттарды, ячейкаларды, қарулы топтарды саяси мүддеге пайдалану. Сирияда да солай болды, Ливияда да солай болды, Ауғанстанда да солай болып жатыр. Терроризмнің артында үлкен саяси мүдделер бар. Дағуатшыларға ілескен Данабектің дара жолы қараңғылықтан басталып, қатыгездікпен жалғасып, қан төгіске ұласты. Ол надандықты насихаттады, тұтқынға түсті. Елде де ешкім басынан сипамады, ағасынан айырылды, қапасқа қамалды. Мұсылмандар өліп кетті осы арада, қоршауда қалып тұтқынға түсті. Әйелдер болды, олардың қолына түсіп зорланған. Қателестім, біздің жолда баспаңдар, өткен саясаттың етегінде кетпеңдер деме, мен сияқты. Мен енді онда барып көріп келіп отырмын. Біз ойлағандай сахабалардың кезіндегідей, мен ойлағандай шариғат жері болмады, яғни көп саясат, зұлым көп болды. Данабек террорлық ұйымның басы сайран, түбі ойран екенін түсінгендей. Жапырағы қуарған ағаштай ұрты солып, адасқанын мойындап отыр. Қазір оны мазалайтын жалғыз сұрақ: бұл өмірге неге келіп, не бітірдім? Жауабын әлі таппады.